Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай бір ғана жұмыртқадан өте жұмсақ әрі өте дәмді кекс жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі таза ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз. Ыдысымыз құрғақ, не су болмауы қажет болады. Содан соң жұмыртқаға қантымызды салып миксерлейміз. Егер сіздерде миксер болмаса, венчикпен араластыруға болады. Ең бастысы жақсы араласу керек. Қанты ерігенше, массамыз 2 есе ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Және де үй температурасындағы сары майымызды және де сүтімізді құямыз. Тағы да миксерлейміз. Көп араластырудың қажеті жоқ, тек қана жақсы араласса болғаны. Үстінен разрыхителімізді саламыз және алдын ала үнелегішпен дайындап қойған ұн мен какаоымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Осымен біздің массамыз дайын. Осындай масса болып шығады. Арнайы осындай кекстің формаларына немесе капкейк ыдыстарына да салсаңыздар болады. Мен осындай кекстің ішіне қағазды салдым, өйткені маған жууға ыңғайлы болсын деп, енді әркімнің өз қалауы бойынша. Барлық формаларымызды осылай дайындап аламыз. Осы кезде пештеріңізді міндетті түрде 180 градуста алдын ала қыздырып қойыңыздар. Және де бір ас қасықты толтырмай әр формамызға салып шығатын боламыз. Бетіне кез келген молочный шоколадты алып, бөліп осылай үстіне қойып қойсаңыздар болады. Кекстарымызды противеннің ішіне салып пісіреміз. Көп қыз-келіншектер қалай пісіреміз деп сұрап жатады. Ешқандай күймейді. Дәл осылай кекстің формасын противенге салып, қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп алыңыздар. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер. Ағаш құрғақ болып шықса, демек сіздердің кекстарыңыз пісті деген сөз. Өте оңай әрі өте дәмді кексіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Менде дәл осы рецепт бойынша 10 дана кекс шықты. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойыңыздар, өйткені алдағы уақытта каналымда көптеген керемет рецепттер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет.